Адам өмірінің көп бөлігі бос уайыммен өтеді. Ал шындығында өмір біз ойлағаннан әлде қайда жеңіл. Сәлем достар. Бүгін мен сендерге менің ойымды өзгерткен ерекше кітап жайлы айтамын. Дейл Карнегидің «Уайымдауды қойда, өмір сүруді бастатты» еңбегі. Егер сенде өз ойыңды тыныштандырып, бақытты өмір сүргің келсе, арнаға жазыл, лайк бас және қоңыраушаны басып қой. Ал енді кеттік. Мен өмірімнің көп бөлігін үнемі бір нәрсені уайымдап өткіздім. Ал қазір бүгінгі күнге келсек, мен өте сирек уайымдаймын. Тіпті уайымдаған сәттерімнің өзінде ол бар болғаны 20-30 секундқа ғана созылады. Себебі мен өзімді ұстап дереу тоқтата аламын. Осы қасиетті бойыма сіңіргеннен бері өмірім 100 есе жақсарды десем де болады. Егер сен уайым мен күйзелістен арылудың жолын іздеп жүрсең, оның қандай пайда келетінін онсыз да білесің. Саған оны дәлелдеудің қажеті жоқ. Бірақ қысқаша айтсам, сенің өмірден ләззат алуға уақытың пайда болады. Үнемі мазасыздық пен бақытсыздықтың ішінде өмір сүрмейсің. Денсаулығыңды бұзбайсың, өзіңді ауруға шалдықтырмайсың. Меніңше, бұл жаман естілмейді ғой. Иә. Маған үлкен әсер еткен екі кітап бар: Экхарт Толленің «Қазірдің күші» және Виктор Франклдың «Адамның мәні іздеуі». Екеуін де барша адамға оқуға кеңес беремін. Бірақ бүгін мен тағы бір ұлы кітап Дейл Карнегидің «Уайымдауды қойда, өмір сүре бастатты» еңбегінен 4 сүйікті идеямен бөліскім келеді. Бірінші үлкен идея: өзіңнен сұра, ең жаман не болуы мүмкін. Мен колледждің 1-ші жылында үнемі бағаларымды уайымдап жүретінмін. Егер мен 5 емес 4 алсам не болады деп. Менің ойымша өмірім бітті, болашағым жоқ, ештеңеге жетпеймін деп сенетінмін. Иә, менің 17 жасар басымдағы ой дәл осындай болатын. 5 жыл өткен соң бір күні үй жинап жүріп, дипломымды бір бұрыштан тауып алдым. Қорабын алған күннен бері ашпаппын, әрі өмірімнің соңына дейін де ол маған керек болмайтын шығар. Міне, бұл біздің миымыздың бізбен қалай ойнайтынының тамаша мысалы. Белгісіздік пайда болған сайын миың бәрін үлкейтіп асыра көрсетеді. Егер сен ең жаман не болуы мүмкін деген сұраққа анық жауап бермесең, миың бәрін трагедияға айналдырады. Мысалы, жай ғана 4 алу өміріңнің күл талқаны шыққандай болып көрінеді. Бірақ шын мәнінде ең жаман жағдай ешқашан соншалық қорқынышты болмайды. Маған жиі адамдар жазады: мен сенің каналыңнан шабыт аламын. Өз арнамды бастайын деп жүрмін, бірақ бір түрлі ішкі қарсылық бар дейді. Ал мен айтамын, менде де солай болған. Біздің миымыздың әдепкі ойлау жүйесі мынадай. Мен видео түсіремін, адамдар оны жек көреді. Барлығы мазақ етеді. Адамдар ашуланады. Тіпті емді өртеп кетеді. Деген сияқты санасыз немесе саналы қорқыныштар келеді. Ал шындығында не болады? Ең жаманы біреу теріс пікір жазады. Болды. Міне, осы ғана. Бұл кез келген нәрсеге қатысты. Мысалы, өз ісіңді бастау, көпшіліктің алдында сөйлеу бәрібір. Мысалы, менің көпшілік алдында сөйлеген тәжірибем аз. Егер қазір сахнаға шықсам, сөзім онша әсерлі болмауы мүмкін. Мүмкін қобалжимын, бір түрлі болып көрінермін. Бірақ мен ешқашан жоқ, сөйлемеймін демеймін. Неге? Себебі ең жаманы не болуы мүмкін? Бүкіл әлем мені мазақ ете ме? Жоқ. Адамдар мені өлтіруге тырыса ма? Әрине, жоқ. Ең көбі залда отырған бір адам, өзі сахнаға шықпаған, жай ғана. Иә, оның сөзі онша емес екен деп ойлауы мүмкін. Ал енді оған бола мен неге уайымдауым керек? Тағы бір мысал келтірейін. Жуғыш машинеміз бұзылып қалды. Егер мен бұрынғыдай уайымшыл болсам, қатты ашуланар едім. Өйткені бұл қалыпты реакция сияқты көрінеді. Бірақ біреу де, о керемет, машина бұзылды, ештеңе етпейді ғой деп айтпайды ғой. Иә. Бәріміз енді киім жуатын машина жоқ, өмір бітті деп ойлаймыз. Бірақ мен өмірімнің алғашқы 17 жылында киімімді қолмен жудым. Орыс кір сабынның иісі әлі есімде. Ал қазір не болыпты? Ең жаманы бірнеше күн бойы кокос сабынымен 2-3 жейдені қолмен жуу, сол ғана. Немесе сүйікті жейдемді кимей, шкафымдағы 20 басқа жақсы жейденің бірін кию. Қарашы, қаншалықты күлкілі жағдай. Сондықтан өзіңе әрдайым сұрақ қой. Ең жаманы не болуы мүмкін? Сол ең жаман сценарийді анықтап жаз. Сонда сен өз уайымдарыңның басым бөлігі мағынасыз екенін түсінесің. Бұл бізді келесі идеяға алып келеді, бәрінің түпкілікті абсурдтығы. Менің бір досым бар, ол үнемі бір нәрсеге уайымдайды. Бір күні маған қоңырау шалып, өзінің барлық уайымдарын тізіп айтып жатты.
Мен оны тыңдап отырып тоқташы дедім. Дейл Карнеги өз кітабында екінші дүниежүзілік соғыстағы бір адамның оқиғасын айтады. Ол суасты қайығында қалып бірнеше сағаттан кейін өлетінін біледі. Сол сәтте ол үйінде босқа уайымдап жүрген кездерін есіне алады да өзінің сол ақымақтығына күледі. Және тірі қалса, өмірін бұлайша босқа өткізбеуге серт береді. Мүмкін бұл оқиға сенің өміріңмен тікелей үндеспейтін шығар. Бірақ заманауи мысалмен айтсам, бүгінгі күні де әр күн сайын адамдардың басы шабылып жатыр. Иә, әрбір күн сайын. Ал сенің басың аман болуының жалғыз себебі сен басқа жерде туғансың, ал олар басқа жерде. Болды, осы ғана айырмашылық. Сондықтан мен әлгі досыма айттым. Қарашы, енді былай істе. Күн сайын таңертең ұйқыдан тұрған сәтіңде біреудің басы кесіліп жатқанын көріп бастайсың деп елестетші. Сосын күні бойы өз істеріңмен айналсасың. Әлгі танысым шошып кетті. Мен ондайды көре алмаймын. Маған қан ұнамайды. Деп. Бірақ міне, мәселе сонда. Мен білемін, бұл мысал дөрекі, тіпті сұмдық естіледі, бірақ маған бәрібір. Егер сен уайымдамайтын адам болсаң, керемет. Онда ештеңе көрудің қажеті жоқ. Бірақ егер сен үнемі болмашы нәрселерге уайымдап жүрсең, бұл ауру. Сондықтан не өзіңді емде, не қалай уайымдамауға болады деп енді ешқашан сұрама. Мен саған кепілдік берем. Егер сен күніңді біреудің басы кесіліп жатқан сәттен бастасаң, сол күннің соңына дейін ешқандай жағдай сені ашуландыра алмайды. Және сен өзіңді ақымақ сезінбей ештеңеге ренжи алмайсың. Иә, егер сен сондай көріністі көрсең, сосын жұмысқа барып, маған көбірек жалақы төлеу керек қой деп шағымдана бастағанда. Немесе бәрі бітті, мен 5 емес, 4 алдым ғой дегенде. Немесе жуғыш машинам бұзылып қалды деп ашуланғанда, ішіңде бір түрлі сезім пайда болады. Сол кезде сен түсінесің. Егер әлгі бейшара адамға өмір сүруге мүмкіндік берілсе, тіпті өмір бойы кір жуғыш машинасыз, кір көйлекпен өмір сүрсе де, ол өзін әлемдегі ең бақытты адам сезінер еді. Міне, сол кезде сен бәрінің қаншалықты абсурд екенін түсінесің. Үшінші үлкен идея – іспен айналыс, бос отырма. Бірақ мен айтқым келетін іспен айналысу көпшіліктің түсінігіндегі емес. Күн сайын 12 сағат жұмыс істеп, кешке үйге келіп, теледидардан саясат пен дауға толы жаңалықтарды көріп, анау анамен үйлене ала ма, әлде жоқ па? Шетелдіктер менің жұмысымды тартып алады ма деп уайымдайтын адамдар бар ғой. Мен солар туралы айтып тұрған жоқпын. Менің іспен айналысу деген түсінігім басқа. Маған ұнайтын кітап оқу, қыз досыммен бірге спорт залға бару, фортепианода ойнап әуен шығару, дәмді тағам әзірлеу, жаныма жақын жобамен айналысу. Сонда не болады дейсің ғой? Адам миы бір уақытта екі нәрсе туралы ойлай алмайды. Оның ондай қабілеті жоқ. Қазір-ақ тексеріп көрші. Сен бұзылған жуғыш машинаңды ойлап, сол сәтте футбол ойнағанды қалай жақсы көретініңді ойлай алмайсың. Миға мұндай мүмкін емес. Демек, басыңдағы теріс ойлардан арылудың ең тиімді жолы сол бос орынды жақсы ойлармен толтыру. Өзің сүйетін нәрсемен айналыс. Сонда миыңның уайымдауға мүлде уақыты болмайды. Соңғысы менің өмірімде ерекше әсер қалдырған сұрақ. Бұлай деп ойлап көр. Сен өмір бойы жұмыс істейсің. Жаныңды шүберекке түйіп уайымдап жүресің. Тек үй, көлік және үйдің ішін толтырған бір топ зат үшін. Енді, егер жолың болып 50 жылдан кейін сол бар уайым мен еңбегіңнің арқасында барлық мүлкіңнің құны $1 миллион тұрса, сен өз аяқтарыңды сол ақшаға сатуға келсер ме едің? Жарайды, былай сұрайын. $1 миллиард аяқтарыңды сатасың ба? Мен жоқ. Және сен де жоқ деп жауап берерің анық. Ал енді екі қолыңды тағы $1 миллиардқа сатасың ба? Жоқ қой. Онда сенде өз құны $2 миллиард тұратын нәрсе бар деген сөз. Тіпті одан да қымбат болуы мүмкін. Ал енді қызығы, сен тіпті зем болудың қажеті жоқ. Мен сияқты капиталист оймен де түсіне аласың. Сен осы $2 миллиард тұратын дүниеңді, яғни өз денеңді, өміріңді, санаңды пайдаланбай, бағаламай жүрсің. Өйткені сен бүкіл өміріңді бар болғаны $1 миллион тұратын заттар үшін уайыммен өткізіп жатырсың. Айтпақшы, егер сол миллионға қол жеткізсең, сені сәтті адам деп есептейді. Сен енді осының қаншалықты жынды әрекет екенін көріп отырсың ба? Бұл тура сол сияқты. Сенде үлкен сарай, жеке ұшақ, армандаған барлық көлік бар. Бірақ сен оларды пайдаланбайсың. Өйткені сен бір күні қарапайым Chevrolet Cobalt сатып аламын деп уайымдап жүрсің. Бұл жындының әрекеті.
және өте қайғылы. Сенде қазірдің өзінде миллиардтаған доллар тұратын құндылық бар. Сондықтан уақытыңды, энергияңды босқа кетірме. Өз өміріңді құрметте. Ал телефон төлемі $100 $120 көтерілді екен деп сағаттап уайымдап шағымдануды доғар. Бүгін бізбен бірге болғандарына рахмет. Өмірде уайым азайған сайын тыныштық көбейеді, ал мен соған бірге жеткім келеді. Сондықтан арнада қал, лайк бас, жазыл, пікір қалдыр. Алда әлі талай ой саларлық видеолар бар.